Бүгін мен сіздермен қызыл балықты қалай тұздауды бөлісемін. Менің жағдайымда бүгін лосось балығы салқын сумен ақырындап сыртын жан-жағын шайып әкелдім. Енді біз мынадай салфеткамен оның суларын сығып аламыз. Былайша. Былай қойып, екі жағынан да осылайша суын сүзіп аламыз. Егер су шығып жатса, қайтадан тағы да жаңа салфеткалармен бірнеше рет сүртіп құрғатамыз. Қызыл балықты тұздаудың алдында біз бұның мынау тұрған ортасындағы сүйегін алып тастаймыз міндетті түрде. Одан кейін мынау жоғары жағында арқасында болатын қаттырақ мына жерде еті болады, оны да алып тастаймыз. Және сонымен бірге мына жерде де болады ондай қатты ет. Бұған тұз дұрыстап сіңбейді, сондықтан оны алып тастаған жөн. Мінекей, мен жаңағы түсіндіріп айтқанымдай, мынау ортасындағы сүйегін, мінекей, және сонымен бірге мына арқасындағы, жон арқасындағы мынау қалың тұз сіңбейтін майлы етін бірге алып тастадым. Міне, біздің осылай етіп басқаларында дайындаймыз, сосын тұздаймыз ары қарай. Филеміз тұздауға толық дайын тұр. Жаңағындай ортасындағы сүйектерден басқа мынадай майда да сүйектері болады. Сол сүйектерді пинцетпен не болмаса жаңағы саусақпен, қолмен кәдімгідей жұлып алуға болады. Жылдам алынады, ешқандай қиындығы жоқ. Балықты тұздау үшін мынадай әйнектен жасалған ыдысты дайындап отырмын. Қазір осыған тұздаймыз. 2 үлкен қасық тұзға 1 қасық қант саламыз. Алдымен осы ыдыстың ішіне, түбіне тұзды сеуіп тастаймыз мол қылып. Міне, септік. Енді осыған жаңағы дайындаған филемізді былай тұз сіңдіреміз. Былай сіңдіріп аламыз. Мінекей. Өстіп, мынау сырт жағымен, балықтың сырт жағын былай орналастырамыз. Кезектестіріп, қатар-қатар қоямын қазір мен. Міне, осылай қойып шығамын. Қызыл балықтың филелерін толық тұздап қойдық. Міне көріңіздер. Енді бұның бетін мынау пленкамен, тағамдық пленкамен орап тастаймыз. 4-5 жерден кесіп қойған дұрыс. Мінекей. Аз да болса ауа кіріп керек. Міне, енді бұны жаңағы 1 сутка холодильниктің жай салқын жерінде емес, төменгі жағына қоюға болады, не болмаса салқын лоджияға қоюға болады. Қызыл балығымыз дайын болды. 1 сутка холодильниктің ішінде, тоңазытқыш емес, морозильник емес, холодильниктің ішінде тура 24 сағат тұрды. Қазір дәмін татып көреміз. Пленкасы толық ашылды. Балықтың ішінде кішкене суы болған, оны мен арасында бір төгіп қойғанмын. Енді міне балықты дәмін көрейік. Қызыл балықтың жегенде дәмі өте дәмді әрі жұмсақ. Сары май секілді аузыңда еріп кетеді. Бұның құрамында өздеріңіз білесіздер, омега 3 витамині, дәрумені өте көп болады. Нағыз витаминдердің жиынтығы. Мынау қалған ішіндегі қызыл балықтар. Бұларды да тоңазытқышқа қатырып 1 аптадай жаңағы тағамға қолданып жеуге болады.